Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы таң, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін 7 қараша. Демек, еңбек демалысының шамамен 15 күні. Қазір біздер офиске бара жатырмыз. Алдында инвентаризация болған, соған офис деген жаңа неге қол қою керекпіз. Оның алдында инвентаризация жасағанда кейбір нәрселер неде болмаған, шиқтап болмаған. Соған қазір бос қойып бара жатырмыз офиске. Күндеріңіз сәтті өтсін, керемет өтсін. Бізде Ақтөбе қаласы. Мына жерде бізде халықтық канцелярия. Соңғы. Байтол деген ресторан. Ақтөбеде мен деген қонақ үй. Ақтөбеде мен деген қонақ үйлердің бірі. Мен өзімнің ойымша әдемі, күшті. Керемет ше. Обслуживание жақсы. Бір рет барып көргем. Барғанда қонып көрген жоқпын. Міне жеткізу қызметімен доставкаға апарғанбыз. Останчани. Ақтөбеде ең Сәкібай Батыр даңғылы. Ақтөбеде өзі неше даңғыл? 5-6 даңғыл бар, иә. Осында үлкен. Міне былай 3 полоса, ары қарай 3 полоса бері қарай келетін. Әр жақтан. Енді осы Сәкібай Батырдың бойында мына жақта Toyota центр бар. Сол Toyota центрде Ақтөбенің жердің өзі бірнеше миллионға сатып алады. 20 миллион деген, 25 миллион деген. Бірақ енді 8 сотық жер береді. Білмеймін енді, шынымды айтсам 8 сотық сияқты, скажем, 10 екен. Бірақ ижес қылып береді. Почему сейчас ижес қылып? Осы Сәкібай Батырдың бойы нағыз бизнестің нағыз несі ғой. Кез келген нәрсе жүріп кетеді бұл жерде. Кез келген нәрсе, әсіресе бұл жерде көбіне міне байқап тұрғанызда сервиспен не көп. Машинаның сервисімен міне баня бар, арысын делікісті. Монша вип залалар екен. Кілең осы кез келген бизнесті бастап кетсең өтіп кетеді ғой. Бірақ бұл жерде енді мынадай үлкен не бар, торговый там дару деген бар, мынаның артында дару жарығы деген көзге операция жасайтын жер бар. Ақтөбе емес, Батыс Қазақстан бойынша тіпті нөмір бірлердің бірі. Керемет ашылған. Міне Супақтан міне өз алдына здание құрып алған. Мына теклет, мына жаңа не лампочка, сондай сататын жерлер. Мына жақта, мына оң жағымызда бұл деген военное училище болғанда қазір енді академия шығады. Қазақстан бойынша бір актер, егер жатыспасам. ЖК Прогресс деген алдымызда тұрған үлкен дом, қымбат. Мына жерде Бургер Кинг. Мана заправка негізі газ, бензин барлығы бар. Мына жағымызда, оң жағымызда Куль авто деген. Куль авто деген бұл жерде машинаның несін сатады, құралдарын сатады, қосымша құралдарын. Одан кейін мына жағымызда Nissan центр бар. Hyundai центр, Nissan центр. Nissan Куль авто дейді. Қазір осы жерде оң қарай парковка келеміз. Мына здание біздікі. Сағыз Petroleum Company филиал. Мына жерде дайындық болған. Кеттік. Мен былай істеймін, сізде де солай істейсіздер ме? Міне N-ға салам, бұршын тартам, парковкаға қоям. Осы машинаны бұршын Үміттеміз. Бұл шеткенде де мені педальді басам.
кеттік. Ассалаумағалейкум, барлығыңызға кеш жарық. Қазір бізде сағат 18:38. Яндекспен кішкене жұмыс жасаймыз деп шештік. Қанша уақыт жүре аламыз, сонша уақыт жүреміз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Кеттік. Алғашқы тапсырыс көп күттірген жоқ. Шамамен желге шыққаннан кейін 2 минуттан 3 минуттан кейін берді тапсырыс. Бірақ мен өзім Жиенбаев көшесінің бойында тұрамын. 41-ден берді оны. Жақын былай негізі, жол нашарлау демесең. Ар жағы емес, 41-ші разъездің бер жағы әйтеуір. Оған да ол да қуантады. Кеттік, 14-ші автобустың артынан жүріп отырамыз. Қазір мына жерден бұрыламыз. Келдік. Жақсы жолыңыз болсын. Бірінші тапсырысы 1060 теңгеге шықты. 41-ші ауданнан, 41-ші разъезден Сая тұрғын үй алабы. Мына жақ жаман екен. Соғыттағы жер қатып жатыр. Кеттік. Келесі тапсырыс орнап берейік. Келесі тапсырыс әлі түскен жоқ, бірақ күтеміз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қайырлы таң, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін бізде 9-шы қараша ма? 9-шы қараша сағат 7:52 жұмысқа жаңадан бірінші тапсырыс орындап тастадық. 5-10 минуттың жобасын алдында шықтық. Бір тапсырыс орындадық 660 теңгеден, Түрксібтен 8-ші март көшесіне дейін. Коэффициентпен беріп жатыр. Қала бойынша коэффициент 100-ден 1000 теңгеге дейін. Мына коэффициент дегенді білмейтіндер бар шығар араларыңызда. Коэффициент деген жаңағы клиенттің сұранысына байланысты ақша көбейеді. Мен қазір Заречныйға қарай бара жатырмын. Ақылы төлем, яғни барған үшін тағы да ақша қосады үстіне. Сол жаққа бара жатырмыз. Жолымыз болсын, күндеріңіз сәтті өтсін. Елдегі жігіттер, Ақжол барлығыңызға табыстарыңыз көп болсын. Промышленный база жақтан шықтық. Бұл жер завод, фабрика сияқты жерлер. Мына жақтың барлығы. Біз қазір АЗХС-қа келдік. Міне офис артта алып қойды. Өзімізде заводтар, барлығы заводтар. Газымыз бітіп қалды. Газды жақын жерден газ заправкадан газ жасап алу керек 1000 теңгеге 20 литрге. Жігіттер, қызық жағдай дейін ба? Мен Шанхай жақтан Рысқұлова көшесі жағынан тағы бір Али Кушегова деген көшеден бір тапсырыс алдым. Оны Шамшықалдаяқова көшесіне алып келдім. Шамшықалдаяқова көшесіне жеткеннен кейін маған Тургенова көшесінен тапсырыс түсті. Ол Тургенованы көшені алып, Сәтбаев көшесіне апарып тастадым. Енді заправка табалмай жүрмін ғой. Бір заправканың панталонын деді, екінші заправка қарама-қарсы бетте алып қойды. Енді мынада бар шығар деп қоятын. Менде лидері болу керек негізі. Үй жақта постоянно лидерін заправить етемін. Бұл жақта да жоқ екен әлде. Осы жақта бірдеңе жазылып тұру, газ деген жерде машиналар жоқ. Газ дейді. Газ дейді, бірақ газды қай жерден заправить етеміз сонда? Ана артында. Аха. Осылай очередь болып отыр, не екен. Мынадай постоянно кезек болып тұр. Ана жақта да кезек, мына жақта да кезек, түсініксіз. Не екен. Бір-екі машина ғой, онда кезек емес. Бірақ обычно бұндай қарапайым жағдайда болмайтын еді, бұндай жағдай. Күтеміз енді. Тағы бір тапсырыс орындадық. Әзірге тапсырыс жоқ. Сол себептен Анвар
магазиніне барып алдындағы кәмпит, влажная салфетка және су аламыз 0,5. Анварға барудың қажеті жоқ. Мына жерде Дина тұр екен, Дина шоп тұр мына жерде. Езет Батыр көшесінен. Мына жерге машинаны қоямыз да кіріп кетеміз. Дина магазиннен алған затым. Мына жерде мынау 15 штук, қанша теңге екен, кішкентай салфетка влажный 88 теңге. Анварда 60 теңгеден да сонда да. Мына пюре, 2 пюре мынаны қызым алдым. Мына суды мына жерге қоямыз қазір. Мынаны былай. Соны артына мынаны қойып қоямыз. Мынаны бүйтіп кішкене көтеріп қоямыз. Басталған өткен. Сосын кәмпитті мына жерге қоямыз да, суды мына жерге қоямыз. Осылай қоямыз суды. Негізі мына жерге мынадай нәрсе керек еді маған. Осындай нәрсе ше, мына жерге былай есеп тұратын, ұстап тұратын. Бірақ ондай нәрсе жоқ. Мына астынан бір шыншарып кеткен адамдар ашқан жөді. Ұстап кетеді. Осылай. Қазір мына жерге қоямыз да, жұмысты бастаймыз. Міне дайын. Жұмысты бастаймыз. Кеттік. Достар, 15-ші тапсырысты орындадым. Сағат 12-ден 13 минут кетті. 15 тапсырыстан 9000 теңге, 9058 теңге түсті. Табыс. Таза табыс бұл. Қазір енді үйге бара жатырмыз. Завтрак бітті, бірге ішетін боламыз. Мүмкіншілік болып жатса, түстен кейін де шығамыз. Желіге түстен кейін қанша табыс түсетінін көреміз. Міне стройкаға келдік. Біздің салып жатқан үй Садоводческий коллектив Геофизик 1, 14-ші участок. Міне 16-да 7. Құдай қаласа мына жерде үлкен зал болады. Мына жер екіге бөлінеді. Мына жер ортасына бөлінеді. Прохожий, ар жағы спальня, бер жағы прохожий. Сосын мына жақ кіреберіс. Бірінші котельня болады, екінші бөлме туалет болады, үшінші бөлме ванна болады. Ар жағы, бұйырса ар жағы, мына жердің барлығы, қалған жердің барлығы не болады, кухня болады. Сосын ар жағына кіреберіс кірген бойда, холодныйда кірген бойда, мына жерден бұйырса мына жердің жобасы, мына жерден не болады. Екінші этажға көтерілетін баспалдақ болады. Екінші этаж дәл солай төрт спальниден тұрады, бұйыртса. Сосын мынаны төбесін хай-тек стилінде жасайын деп жатыр. Мына холодныйды тоже хай-тек стилінде жасаймыз, бұйырса. Мына жердің барлығы былайынан не болады. Мына пластиковый терезе бар ғой, сондайдың пластик терезе сияқты болады, короче, стекло болады. Бірінші, екінші этаж тоже, екінші этажда балкон болады, құдай қаласа былай. И осы проект, құдай қаласа, мына жерден су шығарып қойдық. Осы проект. Мынаны сатуға шығарып жатырық. Өйткені мына Садоводческий коллектив боласын. Бізге ыңғайсыз болып бір. Өйткені мына жақтан 1 метр ежес ретінде, мына жақтан 1 метр қалдыру керек. Мына артқа қарай не жоқ та, орын жоқ. Былайына мына жағынан ұзыннан бұйырса гараж, жазы, солай ұзыннан түседі осылай. Бағане мүмкін. Мына жағынан машина кіріп шығатын боламыз, құдай қаласа. Осы үй деген. Адамның үйді бастағаннан кейін бір арманы аяқтауда оны. Негізі үй бастауда оңай емес. Ақша болмағасын, не болмағасын қиындау болады. Кеш жақ жақтыр. 22 тапсырыс орындағанбыз. 22 тапсырыстан
13.819 теңге таза табыс. Қазір 23-ші тапсырысқа келіп тұрмын. Бірақ келіп тұрып звондап тұрмын. Телефон звондасам, мен кетіп қалдым уже. Яндекстен басқа такси шақырып дейді. Мен ана Заречныйдан ұшып келдім ғой. 4,5 километр. Платный подача болғасын. Ренжімеңіз дейді, енді білмеймін, енді бұл жерде Яндекстің қатесі ме, әлде клиенттің қатесі ме. Қазір 7 минут осыны платный подачаны басамыз. Сосын үйге қайтамыз. Сағат 4 болды. Бүгінге күн керемет өтті. Тапсырыстар да керемет болды. Коэффициентпен көбісі. Сосын көбісі жаңа немен, дальнякпен. Көбісі ара қашықтыққа алыс болғасын, ақшасы да жақсы болады. Қазір осы 7 минут күтеміз, жауып тастаймыз. Сосын үйге қайтамыз. Қорытындыны видеоның соңында шығаратын боламын. Сіздердің де күндеріңіз сәтті өтсін. Керемет күн болсын. 4-тің шайын ішіп алдық. Енді қазір жаңа досымыз звондайды. Наволжан трассасында не істеп қалдым деп. Тоғалағым жарылып қалды. Срочно кеште ауылдан келген досым бар. Еламан деген досым машинада келіншегім мен балам бар дейді. Соған срочно кетіп бара жатырмын. Менің кішкентайымды әкем апаратын болды бұйырса, жаңа неге массажға. Өзім сол жаңа 41 жаққа кетіп бара жатырмын. 41-ші разъезд, қаланың сырты. Соның ар жағында Наволжан деген темір жол бар, трасса. Сол трассаға бара жатырмын. Жолымыз болсын. Мына жерден тіке жүрсеңіз, ары қарай Қандыағаш қаласына, ары қарай Шұбарқұдыққа өтесіз. Мына жерден оңға қарай бұрылсаңыз, Наволжан трасса арқылы Богословка трассасына түсесіз. Яғни Богословка трассасы бізде Шұбарға апарады. Жол нашар кезде, осы жолмен жүргенбіз біздер кезінде. Қазір енді досым менің осы жерлерде Наволжан деп неге айтылған, не себептен айтылған? Өйткені мына жерде үлкен не бар, қалай айтсам болады, ферма бар, немен айналысатын, ұнмен айналысатын. Оң жағымызда не тұрғанымыз, қара болып тұрғанымыз, міне. Осы міне Наволжан ұнмен айналысады. Бізді не істеп жүрді? Ажырат жүрді, телефонға звондап қалды досым. Осы трассада негізі 80-мен жүруге мүмкіншілік бар. Өйткені бұл қаланың іші емес, қаланың сырты болып саналады. 80 деген. Ал мен досым ана жақта тұр екен, ол деген алыста тұр екен. Богослов трассаға қосылатын жерде кольцевой бар. Сол жерде тұр екен. Оны өлгенде мен ішпен жүретін. Бірақ мына менде жүрген жақсы енді. Ешқандай кептеліс жоқ. Ешқандай машина жоқ көп. Осылай 80-мен жүріп отырамыз ғой. Міне, жаңа айтайын дегенім Наволжан деген міне. Осы жерде ұн шығарады. Ақтөбе бойынша. Ұн зауыты. Сол себептен мынаны трассаны Наволжан трассы деп атайды. Мына Наволжан трассасы жаңа Қандыағаш, Ақтөбе, Астрахан трассы бар ғой. Солмен мына нені қосады? Богословка трассыны қосады екі ортада. Осы жігіттер кішкентайымызда, әрбіріміздің кішкентайымызда арман болған шығар, осы машинада бар. Қазір машинадан шаршаймыз ба? Қызық кездер. Мен карантиннің уақытында міне Гранум деген ұн осы Ақтөбеден шығады. Мына заводтан шығады. Ферма ма, завод деймін, қалай еді? Мына жақта. Мен карантин уақытында жұмыс барлығы тоқтап қалған уақытта 2019-2020-да мана
бос уақытымда таксовать еттім және қосымша не вождение адамдарды правилаға үйреттім, тестке үйреттім. Сосын мына машинаны қосымша не істеп жүрмін. Онымен ол бизнес істеуге де болады, сіздерге де ол бизнесті. Егер де машиналарыңыз коробка автомат болса, мен де механика мысалы үшін. Бірақ механика бірден айттым, механика деп адамдарға олар өздері жақсы деп келісті. Менің біріне мына жақта негізі мына жақ пассажир жақта сцепление мен тормоз болу керек. Ол нәрсені істете қойған жоқпын мен. Сол себептен жол патрульдік полициялар жерге мына жекеде радармен жүретін сияқты. Кезінде осы жолды істеді ғой, мықты объездной істеген толтырып объездной істеген. Ана Навальжан трассасынан бізде жаңа Кольцевойдан Богослов трассадан бері қарай жол нашар болды, бер жолда болмады тіпті. 41 арқылы өте алмадық, 41-ші разъезд арқылы. Сол кезде объездной жолдар істеді. Жаман адастық қой сол кезде. Анау үш дөңбекшік бізде қала бойынша 25 этаж, 25 этаж қала бойынша ең биік ғимараттардың бірі. Қазір сол досыма бара жатырмыз. Карантинде қалай өздеріңіз немен айналыстыңыздар? Былай жалпы қосымша осылай көлігі бар адамдарға қосымша жарнама беріп, вождениемен өткізу болады. Өйткені енді сіздердің опыттарыңыз бар. Енді жаңа бастап жүрген адамдарға қарағанда өздеріңіз түсіндіріп айтып, карантиннің уақытында кез келген жұмысты істеп кеттік қой. Көбіне елестеңіздер шығар, көбіне заправкалар тоқтаған жоқ қой. Заправкаға рұқсат берді. Неге азық-түлік магазин, жаңа дүкендерге рұқсат берді. Бірақ ол рұқсат бергенде де белгілі бір уақыт бар. Заправкалерге 24 сағат уақыт берді, 24 сағат. Ол кезде қатаң тыйым салынды. Неге қала бойынша жүруге. Тыйым салынды. Мен сол кезде істеп ақырындап рұқсат алып алдым. Міне тұр досым. Кеттік. Запасканы шығарайық. Опа. О, жақсы болып жатыр. Мен май төгілген бе? Олай ма бірден төгілген? Шешіп алып. Ол не бар ма? Не? Печатка? Тұра, бар. Печатканы жауып сағын қайда? Жаққа қойып. Алтыны аптап көместе Не сенікі? 17 ма тоже сенікі? Қайсы? Не, разболтовка? 16. Ана жерде ақтасың, ана ортасында ақтасың. Білем ғой. Не ученый ба? Что-то? Не. Кастатыр. Ағыт ол тұр екен ғой. Мана алышы жана, нені ағашты алын жағырлақ кен. Ал керек. Ағырай. Давай. Жіберген да? Жоқ, жүрмейді, таштай. Давай жүр. Етігі. Маш сұрайыз ба? Да. Давай подсветим. Ой, әрине. Шығар мені. Ассалаумағалейкум.
Так, точно қашты. Сондай жуған ғой. Қайда титана, жібі жоқ сегіз. Сондай жатақ қылды. Нормально сияқты. Күтті көтерсең болды ғой. Күтті көтерсе болды. Мынаны ағып жіберсең. Мына ақтай берейін. Болды. Керек емес, болды. Көтермей тұрады. Сен қолағың күшті ме? Қамыр сияқты. Өзім де күштімін ғой. Доғалақтан жақсы екен ғой да шын ары. Әдейін. Протектор бәрі. Сен айта алмаймын енді. Кішке. Мына 20 аталған жоқ, кішке. Не план бар жалпы? Білмеймін, просто Counter-Strike ойнап кетпейміз ба? Сен жоқ па? Қатарлатып. Не бар мен? Мен контр аламын. Білесің сатылмайды. Бақып кетейік. Да? Есік что? Біз үйдің қасында не бар? Клуб бар. Үйдің ана не бар ғой? Ночной бәрі бар. Ночной бар. Ночной барсаң да. Ночь қалсаң да бәрі бар. Қыздар ночь қаласыз біле? Жоқ, Counter-Strike. Ұятсыз, не дейотсың? Біз ондай емеспіз. Мені қосып қалуындағы дешеш? Иә. Бұл жігіт біз сондай. Келеді ғой, осы ғой размер. Көтер болды. Нан салатты. Ана көтер дос әлі де. Көтеріп жақсың чуть-чуть. Көтеріп жақсың. Көтер әлі де көтер. Көтер. О, более-менее оқып қояды. Көр енді. Бұнда алмай жейт ойлайсың. Нормально. Екі десең өттің бе? Соны. О! Енді астын. Шашан. Дос, көтерші загнеңді. Айнақ көттір барабаны, чуть-чуть. Міне болды, міне. Ілі жіберем, мен бұру. Келеді ғой, келмей қайда ғой, Келеді ғой. Лақтыр. Енді шиноматажы қарай бересің ба, қалай? А? Шиноматажы ба, білесің бі? Жүр, мына жақта шығайық қазір, менің Сен бойда. артына едейін ба? Иә, оң жағымызда болады қазір. Ада жерде майя. Иә, новойдан ашқан жоқ па өткенде білесің ба, негізі. Ой, новойдан ашқан білем, бірақ білетіме доғалып кетті. Үріп алдым дейсің ба? Иә, баяда Ақсайма қатына жүргенде. Иә, сол Ақсайдың жолында сол жағында қалады, кетқанда ар жақтан, бер жатқан қазір оң жағымызда қалады. Если ашық болса ол. Ашық болады. Білмеймін, ашық болмайды сияқты. Көрейік, болмаса жаңағы Москвадағы бара қоямыз. Мынандай диско деген бұл обычный. Келмейді сияқты, мынау қалай кетіп тұр да? Келе берген. Шешенде қандай, 13 па? 14. Сенікі 13 па негізі? Иә. Дымда алмайды ма? Келе береді, дымда алмайды. Неге субица дымда алмайды? Дымда алмайды. Осы болды ғой. Шиноматажға соғып едік. Ол үшін істейік, бірақ грузовой машиналарға дейді. Қазір біз Сұлтан деген бар дейді. Соған барамыз. Тоже біздің шиноматаж дейді. Кеттік. Автобустар. Мына жер өзі күшті жер негізі. Барлығы орында бар. Кемпингте. Шиноматаж, жататын гостиница, қонақ үй барлығы бар. Қасында заправка, да? Не керек бәрі бар, да? Осындай болмас, кемпинг осындай болу керек. Жақсы ғой, әдемі. Өте керемет. Осы даму керекпіз. Барлығы осында, осылай қолжетімді бағалар істеп, осының бәрі өзіміз қазақтар даму керекпіз. Біздер баю керекпіз. Біздер керемет машина айдау керекпіз. Шаруашылықтарымызда қосымша машиналар болу керек, техникалар мысалы үшін. Техникалар болу керек біз. КамАЗ, кран. Сұлтан дейді, жанып тұрған дейді.
керекпіз жігіттер, баю керекпіз. Қазақтар баю керек, қазақтарда ешқандай жетім жесір болмау керек. Мына қызыл екен, Сұлтан кемпинг, Сұлтан дейді. Сұлтан, так, кіретін жер қай жер? Кіретін жері Сұлтан кемпинг дейді, біздікі дейді. Машина монтаж. Мана грузовой машиналарға енді мында жеңіл машиналарға екен. Жеңіл машина, грузовой машина тұрған сияқты, оны даф тұрды. Опа. Аспан, асхана, дүкен барлығы бар екен. Шиномонтаж. Неман шетте. Ауыр машина істеп қол сияқты. Мына жол қойып сен, ана жігіт артына қойсын. Еламан сен ақсың ғой да? Давай, Еламан бітті ке. Тұр, қаш, Еламан. Қарашоғдайдағы жігіт қашып кетті. Давай. Қарашоғдайдағы жігіт қашады, болды, енді бір удар бітті. Болды жігіттер.